Қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін бізде жұмыртқадан таңғы ас жасайтын боламыз. Тез әрі оңай жолын көрсетемін. Ең алдымен 2 жұмыртқамызды шағып алып, тұз салып, жақсылап араластырамыз. Табамызды қыздырып алып, майлаймыз. Майлағаннан кейін жұмыртқамызды салып, орта отта пісіретін боламыз. Жұмыртқамыздың үстіңгі бөлігіне колбасамызды дөңгелектеп турап, осылай әдемілеп қойып шығамыз. Онан соң жарты бетіне қоямыз, өйткені екінші бетін жабамыз. Колбасамызды қойғаннан соң помидорды қойып, онан соң сырымызды қоямыз. Сырымызды қойғаннан кейін өзіңіз қалаған начинкаларыңызды қойсаңыздар болады. Мен осылай үнемі жасаймын. Сіздер де осылай дайындап көріңіздер. Екі бөлігіне петрушканы қойып шығамыз. Петрушкаларымызды қойып болғаннан кейін екінші бетін осылай аударамыз. Сөйтіп тағы да 5 минут пісіріп аламыз. Дәмі енді өте керемет болып шығады. Тез әрі оңай. Сіздер де осылай жасап көріңіздер. Ұнайды деген ойдамын. Сіздермен болған Шырагүл. Менің каналыма тіркеліп, комментарий қалдырып кетсеңіздер болады.